Айналайын достарым, құрдастарым, бала кезден бірге өскен сырластарым. Барлығыңда мен үшін бөлексіңдер, 3-4 жұмақ өлең арнап үн тастадым. Құрдастардың әйелдерін мақтау керек, жамандығын көрмеу керек, айтпау керек. Егерде өзге адамдар өсектесе, ебін тауып әйтеуір ақтау керек. Құрдастардың әйелдері елден бөлек, бәрімізде алғамыз ғой елеп-елеп. Бас қосылып жан-жақтан жиналғанда, жібереді әйелдер желеп демеп. Көсем дейміз ортамызда нағиманы, өн бойынан көрініп тұр бар иманы. Себебі ол ең бірінші түскеннен соң, қазақшылық жақсы білет қағиданы. Акиматқа Ләйләні көп ұқсатамыз, әнін сағынып кей кездері шаршатамыз. Гитара мен домбыра беріп қолына, таң атқанша ән айтқызып қақсатамыз. Аида мен әзілдестек жасарамыз, әзілдесіп басымыздан асырамыз. Әзілі ортамызға өткеннен соң, әзіліне бәрімізде бас ұрамыз. Ал Жәмилә жас кезінде егіс тапқан, атқа мініп тауға барып қойда баққан. Әбудің де Гүлмирасы маладес қой, жылқы ұстап мал бағуда оған жаққан. Ешкімге де зияны жоқ жүре береді, ол жаһанның Гүлмирасы күле береді. Аяқ қолы ылдым-жылдым өзі жеңіл, қызметке қос білегін түре келеді. Гүлнұрден WhatsApp'та да үн шықпайды, білесіңдер өсектодан түк шықпайды. Мира болса намаз оқып дін жолында, күшті билейді, таспихы бір қолында. Егіс тапқан Айгүлде дара әйел, әйелдердің ішінде дана әйел. Құралаймен сөйлессең бір сәт егер, ақылы бар ерекше саналы әйел. Қырғыз қызы ақжарқын көп келмейді, аман болсын ауыл жақты көп білмейді. Алматыдан Гүлжамила келген кезде, құрдастарының ойынына ол көнбейді. Көпшіліктің көңіліне қарайлайтын, еркінсіз ешқайда да бара алмайтын. Гүлмирамен тілдесіп амандассаң, жақсы жаман айырып саралайтын. Қалипа мен Сандуғаштың жары біреу, өнген жерім қыраш деп паналайтын. Ақмаралдың өзгеден жөні бөлек, өзге жанға көз салып қарамайтын. Өзімнің үйімдегі тамақ қызы, меніменен жарасты ғой дәм мен тұзы. Әйелдер ау, жұптарыңмен бай болыңдар, қартайғанша жұп болып жарасымды.